Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қазақ тіл сабағынан 33-ші сабақ мәдени мұра дегенімізде сөйлем мүшелерін еске түсірем тақырыбымен танысамыз. Бүгінгі сабақта сөйлем мүшелері туралы білімімізді еске түсіреміз. Бірінші тапсырма: суретке мұқият қара, яғни бұл суретте отбасы берілген екен. Өз отбасың туралы бірнеше сөйлем құрап айт. Отбасында кімдер бар? Отбасыңның үлкені кім? Яғни өзіміздің отбасымыз туралы бірнеше сөйлем құрап, сол отбасыңда кімдер бар екен және де отбасымызда кім үлкен екенін әңгіме құрастырып жазатын боламыз. Міне біз шағын әңгіме, 5 сөйлемдік шағын әңгіме құрастырдық. Тақырыбы: менің отбасым. Менің отбасым тату және мейірімді. Біздің отбасымызда әкем, анам, әпкем және мен бармыз. Үйдің үлкені әкем. Әкем отбасымызды қамқорлықпен басқарады, ал анам бәрімізді дәмді тамақ пісіреді. Біз бос уақытымызды бірге өткізіп, серуендеуді ұнатамыз. Сөйлем құрамындағы сөздердің қызметі де отбасына ұқсайды. Сөйлемнің басында бастауыш тұрса, соңында баяндауыш тұрады. Олар тұрлаулы мүшелер деп аталады, ал тұрлаусыз мүшелер сөйлемдегі ойды толықтырып тұрады. Екінші жаттығу: бұл жерде сөйлем мүшелерінің кестеде толық емес түрі, соны толықтырып жазамыз және сөйлем мүшелері туралы айтып мысал келтіреміз. Кестені толтырсақ, сөйлем мүшелері жалпы тұрлаулы және тұрлаусыз болып екіге бөлінеді. Тұрлаулының өзі бастауыш және баяндауыш болып екіге бөлінеді. Бастауыштың сұрақтары: кім, не, кімдер, нелер. Баяндауыштың сұрағы: не істеді, не қылды, қайтты. Тұрлаусыз мүшелерге толықтауыш, пысықтауыш, анықтауыш жатады. Енді сөйлем мүшелері туралы айтатын болсақ, сөйлем мүшелері сөйлемде белгілі бір сұраққа жауап беріп, белгілі қызмет атқаратын сөздер. Сөйлем мүшелерінің өзі тұрлаулы, тұрлаусыз болып екіге бөлінеді. Тұрлаулысына тоқталсақ, олардың өзі екіге бөлінеді: бастауыш және баяндауыш. Бастауыш дегеніміз әрекеттің кім не істейтіндігін білдіреді. Оған кім не деген сұрақтарға жауап береді. Кім не, кімдер, нелер. Мысалы, Алима кітап оқыды. Бұл жерде бастауыш Алима, яғни кім екенін білдіріп тұр. Бұл бастауыш болып есептеледі. Екінші баяндауыш. Баяндауыш дегеніміз бастауыштың ісін, қимылын білдіреді. Сұрақтарына не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, Алима оқыды. Алима не істеді? Алима оқыды, яғни оқыды деген баяндауыш болып есептеледі. Тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаусыз мүшелердің өзі үшке бөлінеді: толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш. Толықтауыш дегеніміз әрекеттің кімге, неге, нені, кімнен тағы да басқа бағыттылығын білдіреді. Сұрақтары: кімді, нені, кімге, неге. Мысалы, мен кітапты оқыдым. Мен бастауыш, оқыдым баяндауыш, кітапты нені оқыдым, яғни бұл толықтауыш болып есептеледі. Келесі анықтауыш. Анықтауыш заттың санын, сынын, түрін білдіреді. Сұрақтары: қандай, қай, неше, қанша. Мысалы, көк гүл ашылды. Бұл жерде гүл бастауыш, ашылды баяндауыш, көк қандай, яғни түсін білдіріп тұр. Бұл жерде анықтауыш болып есептеледі. Пысықтауыш. Пысықтауыш қимылдың қашан, қайда, қалай болғанын білдіреді. Сұрақтары: қашан, қайда, қалай, не үшін. Мысалы, мен таңертең бардым. Бұл жерде мен бастауыш, бардым баяндауыш, таңертең. Қашан бардың, яғни таңертең. Бұл жерде пысықтауыш. Келесі үшінші жаттығу: мақалды оқып жатқа жаз. Ойлаумен ой толады, ойнаумен бой толады. Енді тапсырмалары: сөйлем мүшелеріне талда. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Сөйлем мүшелеріне талдайтын болсақ, осы мақалды ойлаумен ой толады, яғни бұл сөйлемде ой бастауыш, толады баяндауыш, ойлаумен пысықтауыш болады. Ал ойнаумен бой толады да дәл сондай бой бастауыш, толады баяндауыш, ойнаумен пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Сөздердің байланысы осылай сызбамен көрсетуге болады: ойлаумен толады, ой толады, ойнаумен толады, бой толады. Осылай сызбаның көмегімен сызып қоюымызға болады. Келесі төртінші жаттығу: ребусты шешіп, шешуіндегі сөзбен екі сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын. Бұл ребустан оқушы деген сөз шығады. Енді тапсырмаларын орындайық. Енді осы оқушы сөзіне екі түрлі бастауыш және баяндауыш болатын сөйлем құрадық. Бірінші бастауыш болатында оқушы кітап оқып отыр. Бұл жерде оқушы сөзі бастауыш болып тұр. Ал екінші сөйлемде біздің сыныптағы ең үздік оқушы, яғни бұл жерде сөйлемнің соңында келіп тұр және сызықша қою арқылы байланыс білдірген, яғни бұл жерде оқушы сөзі баяндауыштың қызметін атқарады. Енді бізде тапсырмалар берілген: бір сөздің екі сөйлемде екі түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқару себебін түсіндір. Яғни бастауыш және баяндауыш болып тұру себебі: бір сөз сөйлемде әртүрлі сұрақтарға жауап берсе, ол әртүрлі сөйлем мүшесі болады және де оның орнына байланысты
сөйлемде орнына байланысты әртүрлі сөйлем мүшесі болады. Екінші сөйлемде сызықшаның қойылу себебін түсіндір. Себебі егер бастауышта, баяндаушта зат есімнен болса, онда арасына сызықша қойылады. 5-ші жаттығу мұражайда тақырыбына берілген сызба бойынша әңгіме құрап жаз. Мұражай тақырыбына осындай әңгіме құрастырдық. Осыны дәптерімізге жазып, сызбасын сызып аламыз. Келесі бізде шығармашылық үзіліс. 6-ші жаттығу берілген тірек сөздер мен жоспарды пайдаланып мәңгілік ел қақпас тақырыбында әңгіме құрастырамыз. Яғни осы тірек сөздер мен жоспарды пайдаланып әңгіме құрастырып жазамыз. Біз осындай мәңгілік ел қақпас тақырыбында тірек сөздерді және жоспарларды пайдаланып 3 жоспар бойынша осындай әңгіме құрастырып жаздық. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер.